Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ілмекпен тоқу сабағын көрсетемін. Менің бірінші сабағым воздушный петля тоқу және соединительный столбик жасау. Ол үшін бізге жіп және ілмек қажет. Бірінші жіпті қолымызға аламыз. Осылай указательный пальчикке қойып қоямыз. Ілмегімізді аламыз. Жіптің астынан алып келеміз, осылай көтереміз, оңға қарай бұраймыз, осылайынан айналдырамыз, төмен айналдырамыз, осылай. Міне, осылайша ілмегімізді жіппен ораймыз. Сонан соң ілмекке мынау жұмысшы жіпті ораймыз, сол жақтан, басын сол жақтан апарып, осылайша іліп аламыз, және ілмекте тұрған мына петля осыдан өткіземіз. Осылайша. Міне, воздушный петля тоқыдық, бір воздушный петля болды. Енді келесі тоққанымызды осылай ұстап тұрамыз, екі саусақпен ортаңғы және үлкен саусақпен астын. Қайтадан ілмекті сол жақтан апарып, астына өткізіп, жіпті іліп аламыз, және мынау ілмекте тұрған петлядан жіпті өткіземіз. Осылайша екінші воздушный петля болды. Тағы да ілмекті солға апарамыз, төмен түсіреміз. Осылайша оңға, жоғарыға, ілмектің басын солға бұраймыз, жіпті іліп аламыз, екі саусақпен мына воздушный петляны ұстап тұрамыз, ілмекті воздушный петлядан өткіземіз. Осылайша үшінші воздушный петляны тоқыдық. Енді тағы осылай бірнеше рет жасап шығайық. Мінекей, төртінші воздушный петля. Жіпті іліп аламыз, петлядан өткіземіз. Бесінші воздушный петля. Іліп аламыз, петлядан өткіземіз. 6. Іліп аламыз, петлядан өткіземіз. 7. Сосын тоққан кезде воздушный петлялар бірдей болу үшін тартқан кезде бірдей күшпен тартасыздар. Артық немесе кем тартып жүрсеңіздер, әртүрлі болып шығады воздушный петля. Жіпті іліп аламыз, петлядан өткіземіз. Осылайша бірнеше рет қолдарыңызды жаттықтырып тоқисыздар. Іліп аламыз, ілмектен өткіземіз. Осылайша. Мінекей. Воздушный петлядан цепочка тоқыдық. Енді екі жағын бір-біріне қосамыз. Мінекей, міне оң қаратып қойдық. Осылайша воздушный петляларды айналдырдық былайынан. Сосын мына петляға крючокты салдық, ең бірінші воздушный петляға. Саламыз. Жіпті сол жағынан ілмекті апарып іліп аламыз. Сосын мына екі петлядан өткіземіз. Осылай воздушный петляларды бір-біріне жалғаймыз. Бұны соединительный столбик деп атаймыз. Тағы бір рет көрсетейін. Соединительный столбикті міне осылайша жасайды. Петляға ілмекті кіргіземіз. Жіпті іліп аламыз.
жіпті шығарамыз, осылайша шығарамыз, және де мынау ілмекте тұрған петлядан да шығарамыз. Осылай соединительный столбик тоқылады. Тағы бір рет көрсетейін. Петляға салдық, жіпті іліп алып, мына екі петлядан 1-2 шығардық. Соединительный петля дегеніміз, яғни жалғау, бір-біріне жалғау дегенді білдіреді. Тағы біреуін жасайық. Мінекей осылай. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басыңыздар, және сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийге жазыңыздар. Сіздерге барынша жауап беруге тырысамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.